Қайырлы кеш оқырман. Сержан мен Ақерке қайта қосылған болатын. Ендігі жұптық уақыты қаншаға жетеді екен? Ақерке болса басқа үйге көшіп бара жатырған көрінеді. Сержанның көмектесіп жатырғаны бар. Сержан, сен мен таныстық бастағанға осыншалықты дәрежеде дұрыс шешім екен деп ойлаймын деп ойламаппын. Неге десей? Бесе заттарында сен көшірем артында. Еще мусорың жатыр машина. Еще оны тастауды ұмытып кетіппіз қазір. Да? Алдымызда басқа мусорлар да бар уайымдама. Жақсы болды, а? Міне прополный машина. Тез шығып жатыр. Нерв болып келатыр. Бірақ бәрі сенің шыңдай. Бәсе. Байқа, ертпайын қайтар жүріп. Қымызкерге селастық жоқ. Араларында сезім бары анық. Бірақ қайта осы екеуін екіге айырып жүр. Тең емін, тезек қабымен дегенге ойларыңыз қалай? Үміткерге сыйластық жоқ деп отырып кетіп қалсам, мені көшіргізді иін деп. Ал көрерменнің пікірін оқып көрейік. Дос жылатып айтады, дұшпан күлдіріп айтады деген. Сондықтан біз дұрыс жағын антып жатырмыз. Танитын болғасын, өмір өзінікі ғой. Сонда да дұрысын айту керек. Бақытты болып кетсе әрине қуанамыз. Олай болмай қалса сондықтан. Шешімді өзі әбден ойланып қабылдасын. Сержан талай уәде беріп, үйленіп 3 рет ажырасқан жігіт. Ылғи қыздар жаман болмаған шығар, сондықтан қосылыңдар деп айтпаймызмыз. Ақерке өзі де ақылды қыз ғой, өзі шешім қабылдасын. 3-ші қатыны болып тоқал деген сөз естиді. Шалдан басқа еркек құрып қалғанда. Ертең тағы ажырасада ақшасы да жоқ, өте нашар тұратын шал ғой масқара. Ақерке өзі ұятқа батады, тисін сол шалға. Бұлбұлдың әкесі Серікке қарсы болды ғой. Бірақ Серік қазір өзінің ақылымен, істерімен жақсы көретінін дәлелдеді. Сержан мен Ақерке қатынастары соларға ұқсайды. Сержан ақылмен қадам басқанын тілеймін. Бұл жұпты қуаттаймын. Ақерке Сержанмен өте жарасады. Анасы егер екеуі бір-бірін сүйсе қарсы болмайды. Мәселе жастада басқада да емес. Сүйген адамын мен бір болу. Кейін өкінбес үшін екеуі қосылу керек. Менің өмірлік тәжірибем солай дейді. Қосылыңдар дейді оқырмандар.